Сәлем достар, бүгін біз One Piece манганы жалғастырамыз. 2 апта салып қайтып оралдық. Автор Ода мырза әр апта сайын манга сурет салмайды, бір апта демалыс болады. Айына бір немесе 2 манга болады деген сөз. Өткен манга One Piece'те көрермендер аз болса керек. Достар, лайк басып тіркеліп достарыңызға айта жүріңдер, таратып болса да. Сонымен біз бастаймыз, кеттік. 1183 тарау, қайырлы таң, су перісі. Луки мен Иму арасындағы өлімге апарар кескілескен шайқас жалғасып жатыр. Осы сәтте сырттан бір дауыс естіледі. Рагнер, сен қара түнекке кек қайтара алатын адамды ұзақ күттің, солай емес пе? Деп қатыгез Иму сама мәлімдейді. Осы жерден біз ежелгі заманда Инсамка бұл жігітті бұрында жеңгенін аңғара аламыз. Ал алдағы оқиғаларға көз жүгіртсек, мұнда тіпті аңыздағы Рататоск тиіні де шыдай алмас еді. Ол ашуға булығып тұр. Онымен сөйлесуді доғарыңдар. Мен өмірімде мұндай мықты оңбағанды әлі кездестірмеппін, дейді Локи. Ол қазірдің өзінде Иму әйелді жоймақ болып тұр, бірақ әлі жағдайдың мәнін толық түсінген жоқ. Енді бұл әлемнің ежелгі патшасы тікелей Локиге қарап былай дейді. Локи, сабан қалпақ Луфи, сендерге ешқашан Муға қызмет ету жазылмаған. Сондықтан дәл қазір Му сендерді жер бетінен бір жола жояды. Бұдан түсінуге болатыны, бұл шайқас өте ерте заманнан ежелгі құдайлар дәуірінен бері жалғасып келе жатыр. Бұдан біздің түсінгеніміз 800 жыл өтсе де олар дос емес, жау болып қалады бір-біріне деген сөз. Им сама Дозан туралы айта бастайды. Мен сендерді де Дозанмен болғандай жойып жіберемін. Осы жерде маңызды бір жайт бар. Им сама арқылы бізге өте ежелгі кейіпкердің жаңа есімі таныстырылып тұр, Дозан. Меніңше бұл әлі толық ашылмаған жер құдайының есімі болуы мүмкін. Яғни, бізге болашақ оқиғаларға қатысты үлкен ишара тасталып жатқандай. Алдағы тарауларда Им сама мен Дозанның өткен шағы көрсетілсе екен деген үміт бар. Сонда біз 800 жыл бұрын өмір сүрген сол алып тұлғаның қандай болғанын өз көзімізбен көрер едік. Алайда Локи оның сөзін соңына дейін тыңдамай, тағы да жойқын шабуылға көшеді. Болат Грам. Ол шабуылын Им самаға қарай бағыттайды. Бірақ Им сама тағы да өз тылсым күшімен бәріне қарсы тұрады. Сол сәтте Им сама аңыздардан жеткен қорқынышты техниканы көрсетеді. Жауынгерлер әлемінің рухы. Ол қасиетті найзасын бар күшімен сермеп, Локидің соққысын тоқтатады. Түсіндірме, Грам ежелгі скандинав тілінен шыққан сөз, ашу немесе ыза деген мағына береді. Сондай-ақ бұл скандинав мифологиясындағы айдаһар Фафнерді өлтіру үшін батыр Сигурд қолданған аңызға айналған сиқырлы қылыштың атауы. Жаңбыр құдайы Заза Эльбафқа қарсы. Балаларымызды қайтарыңдар, деп талап етті байғұс аналар шырылдап. Осы уақытта алып жаңбыр құдайы Заза өзіне берілген бұйрық бойынша зымиян жоспарын іске асыруын жалғастырып жатты. Балалар әлгі жаңбыр қолдарының ішінде қалып қойған. Балаларымызды алып кетуіне ешқашан жол бермейміз, дейді өз балаларын қорғауға шыққан қайсар аналар. Оларды құтқару үшін қаншама қиындықтан өттік қой, дейді алып жауынгер әйел Рипли. Енді оларды оңайлықпен бермейміз. Тіпті Энджи де қолына балтасын алып, әлгі аянышты жаңбыр құдайы Зазаға қарсы шықты. Чоппер бәрін тоқтатуға тырысып, жараларын қайта ашылып кетуі мүмкін. Сонда жағдай бұдан да ауыр болады, деп ескертеді. Бірақ Рипли оған, маған бәрібір. Балаларымызды тартып алғанша өлгенім артық, дейді. Осылайша Эльбафтың қайсар аналар жасағы жаңбыр құдайы Зазаға қарсы шайқасқа шығады. Балалар көмек сұрап айқайлап жатыр. Ал Кирин болса Сомер секілді мысқылдап күледі. Зиммера. Жетер. Кеттік, Заза. Олар 10 баланың жетеуін алып кетіп үлгерді. Осыдан кейін Кирин шегіне бастайды. Қарғыс атсын. Мұнда не болып жатыр өзі? Санджи әдеттегідей кешігіп келіп, бәрі аяқталып қалған сәтте жетеді. Бірақ бұл шайқасты толық көрмеуіміз де мүмкін. Өйткені Санджи күнге байланысты бәрі әйелге қарсы, оның әлсіз жерін бәрі біледі. Сонымен келесі бет, Брук жасағына ауысамыз. Алдарында Им саманың мұзынан да беріп, Гунканы құрсаулап тұрған әлгі қатып қалған мұз тұр. Брук, сен және әлгі әйел деп сөз бастады Усалант. Неге онымен шайқасқа кірістің? Араларында маңызды бір нәрсе болғанын бірден түсіндім. Сондықтан мен де секіріп араластым, дейді ол. Сен оны танисың ба, Брук? Ол бұрын сенің жауың болған ба? Деп сұрайды Нами. Бірақ Брук шалқасынан жатып былай деп түсіндіреді. Жоқ, жау емес. Тек қайта көремін деп ешқашан ойламаған адам еді. Бұл сөз мені де ойландырып қойды. Қазір біз Ханшайым туралы өте маңызды әрі таңғаларлық мәліметтерді білетін боламыз. Егер шынымен сол адамның өзі болса, қазір оның жасы 77 жас болуы керек еді.
Демек ол басқа біреу шығар, солай емес пе? Оның үстіне ол Тенрюбито ғой деп орынды байқады Нами. Бірақ олар әлі шындықты түсінген жоқ. Брук сөзін жалғастырды. Бұрын ол менің туған елімнің ханшайымы болған. Қасиетті жерге кеткеннен кейін мен оны енді ешқашан көрмедім. Кенет кадрға жаңа қаруымен Фрэнки жүгіріп кіреді. Брук әлгі әйел әлі де мұздың ішінде қатып тұр. Тірі ме, жоқ па, білмеймін. Бірақ осылай мұзда қала берсе, алайда сөзін бөліп жібереді. Қысқасы, мына Тенрюбито қызы сен бұрын таныған адамның айнымас көшірмесі. Бірақ бұл оның Илбафқа шабуыл жасағандардың қатарында болғанын өзгертпейді. Усалан тағы да орында айтып тұр. Бірақ олардың өзі де шындықтың бәрін әлі түсінбей тұрғандай. Мұны дәл өзі шешіп тастаған екен. Соңғы болған оқиғаларды есіне түсірді Брук. Оның бас сүйегінде өткен сәттер қайта жаңғырды. Біз бостандыққа шықтық, деп айқайлады Усоп. Тіпті бәрі өздерінің дәл оның ерекше қабілеттерінің арқасында құтылғанын айтып мақтанды. Өйткені Гунканың жебедей оралған таңғыштары өздігінен босап қалған еді. Бірақ ол не үшін бұлай істеді? Деп Брук әлі де түсіне алмай ашуға булықты. Неге ол бұлай істеді? Деп Брук әлі де түсінбей іштей ашуланады. Қаш, Брук. Сол сәтте ол Гунканың құрсауды бұзып, ескі жолдасын алдын ала ескерткен кезін қайта есіне түсіреді. Ол мені қайдан таниды? Деген ойлар оның санасын мазалап, маза бермей қояды. Бірақ кейін ол әлдебір жынға айналып кетті. Бастапқы болмысы, бізді құтқарған кездегі болмысы және әлгі жын кейпі. Ол бұл жерде бәрі таза емес екенін, жағдайдың біз алғаш ойлағандай қарапайым емес екенін түсіне бастайды. Бейнебір оның ішінде үш түрлі тұлға өмір сүріп жатқандай әсер қалдырады. Онда мүмкін әлгі қызды біреу басқарып жүрген шығар деп ақыры Намичан ой түйді. Ол кезде мен мұндай нәрсе туралы мүлде ойламаппын. Бірақ бүгін алыптардың жын перілерге айналғанын көргеннен кейін көкірегімдегі ауыр мазасыздық сезімі кетпей қойды. Кешір, Брук, бірақ дәл қазір шешім қабылдауың керек. Біз бұл әйелді аяймыз ба, әлде өлтіреміз бе? Әйтпесе әрі қарай әрекет ете алмаймыз. Балық адам джинби шешім қабылдауға, досына әдемі ауыр шешім қабылдауға мәжбүрлеп тұр. Ендігі шешім Брук айтады. Сонымен келесі бет. Өте керемет болмақ. Брук әңгімесін бастады. Бұл өте ерте заманда болған оқиға еді. Ол кезде ол әлі кішкентай қыз болатын, мен де жас едім. Біз қазір құлаған Эсперия патшалығында өмір сүрдік. Музыка аспаптарын жасайтын шеберлерге толы, әуен мен өнерге бай музыкалық патшалықта. Бәрі Бруктың әңгімесін үнсіз тыңдап отыр. Тіпті әлгі қырсықтың өзі де үндемей қалды. 70 жыл бұрын, Вестлю, таңғы 4, халық әлі тәтті ұйқыда жатқанда Брук өз ісін бастап кеткен еді. 1, 2, 4, оянғанда су перісі айналаңдағы бүкіл әлем құлпырып сала береді. Теңізде ғажайыптар өте көп. Солардың бәрін көрсең ғой. Қайырлы таң, су перісі, деп ол таңғы сағат 4-те бар даусымен айқайлап ән салады. Мұнда тағы да еске салынып тұр. Тарау атауы дәл осы әнге байланысты, әрі ол болашақта маңызды рөл атқарады. Өйткені бұл ән ерекше. Қайтадан теңізге аттанамыз, деп Брук тағы да әндетіп айналаны шулата бастады. Көшенің адамдары, ояныңдар, деп тағы да жұрттың мазасын ала түсті Брук. Тыныш жүрші. Басым ауырып тұр деп жергілікті тұрғындардың бірі ренжіп орнынан тұрды. Үніңді өшір, деп басқалары да айқайлады. Тек кішкентай ханшайым Шури ғана терезеден күлімдеп өз жолдасын қуана қарсы алды. Ал Брук болса бұрынғыдай бар даусымен әнін жалғастыра берді. Ал көшедегі тұрғындардың бәрі оның шуына шыдамай жатты. Брук тағы да өзінің қатты да даңғаза әндерін шырқай бастады. Ал жергілікті тұрғындардың бәрі оны іштей қарғап жатыр. Шынын айтсақ түсінуге болады. Таңғы сағат 4-те біреу бұрғы қосып жібергендей әсер ғой. Мен жергілікті халықтың ашуын толық түсінемін. Брук шынымен де One Piece әлемінің қауіпті қаскөйлерінің бірі сияқты. Музыкалық аспап шеберлерінің елі Эсперия патшалығы. Осы сәтте Брукты тағы да Никаға ұқсас қалыпта бейнелеп көрсетеді. Көрермендер арасында Брукты жаңа Джой Бой немесе Луффидің атасы деген қалжыңдар, әзілдер пайда болды. Эсперия патшалығындағы жаңа күн құдайы. Қандай керемет көрініс. Автор ода ұстазға көп рахмет. Эсперия сарайының әскери кварталы. Капитан, кәне, бізге өзіңіздің лезде тіліп өтетін қылыш стиліңізді үйретіңізші, деп Бруктың қарамағындағы сарбаздар өтінеді. Сіз үнемі тек ханшайым Шуримен ғана жүресіз. Қойыңдар енді шағымдануды. Шынымен үйреткенімді қалайсыңдар ма? Онда алдымен қылыштасудың негіздерін меңгеріп алыңдар, деп олардың сөзін Брук бөліп тастайды. Сол кездің өзінде ақ оның беделі жоғары болған.
Келесі сәтте біз Бруктың кішкентай ханшайым Шуримен тағы бірге жүргенін көреміз. Бүгін кешке қандай ас әзірлейді екен? Деп Брук әндете сөйлейді. Дұрыс айтасың, менің де қарным қатты ашып тұр. Деп Шури де күліп жауап береді. Екеуі Исперия патшалығындағы ажырамас жақын достар еді. Осыдан кейін Брук баяу ғана Саке Бинкс әнін шырқап айта бастайды. Ақыры, алдымызда толық бір беттік көрініс пайда болады. Тұтас беттен біз 20 жастағы жас Брукты көреміз. Ол әлгі кішкентай қызға әндерін ыңылдап айтып отыр. Ал алдымызда қазір біз Гунка ретінде танитын, көздері әр түрлі түсті кішкентай қыз. Ол бүгін қатты көп жұмыс істегенін айтып, анасындай мықты болды ма екен деп қызыға сұрайды. Исперия патшалығы. Корольдік жауынгерлік конвой. Капитан Брук 20 жаста. Ханшайым Шури 7 жаста. Брукты қолдап жүрген жігіттерге қызығамын. Қазір тіпті Усопта екінші қатарда қалып қойғандай, өйткені Бруктың оқиғасы мен өткені барған сайын тереңірек ашылып жатыр. Жақсы дамып келеді. Өмірімнің бағдаршамындай жарығым Брук. Тұрмыстағы әйелге ғашық болу өте қауіпті деп ханшайым Шури оны ескертеді. Қауіпті дейсің бе? Сонда махаббаттың шегі бар ма? Деп Брук оның сөзін бөліп жібереді. Сол сәтте әңгімеге ұлы патша араласады. Ал егер қастандық үшін өлім жазасы кесілсе ше? Бұл саған жеткілікті қорқынышты естіле ме? Дейді ол. Осы кезде ол бақшадағы бұталарды қиып жүріп, Брук жайлы айтылған өсектерді естіп қалады. Өлім жазасы дейсің бе, қандай қатал, дейді ол. Әке, деп ханшайым Шури қуана жүгіріп келеді. Сол сәтте Брук өз ойының әшкере болып қалғанын түсініп қалады. Әке, қарсы аламын, деп Шури патша Рубен қарсы алады. Сен мені өлтіруді жоспарлап жүрсің бе? Деп сұрайды патша. Жоқ, ешқашан. Өтінемін, тоқтаңыз. Мен жай ғана сіздің өзіңіз табиғи түрде кетуіңізді күтемін, деп Брук абайсызда айтып қояды. Брук, жетер. Менің анам жайлы ойлауды доғаршы, дейді Шури ашуланып. Жетер енді, анам туралы ойлай берме. Тіпті ханшайым Шури де мына оңбағанның арсыз ойларына қарсы болды. Оның орнына мен өскенде маған үйленші деп ұсынады кішкентай Шури. Әй, Шури, қыздардың ондай жүрекке жылы сөздерді әдетте әкелеріне айтатынын білесің бе? Деп қызғанышпен тіл қатады патша Рубен. Жоқ, рахмет. Маған үнемі мұрны бітеліп жүретін әйелдің керегі жоқ, дейді. Брук кішкентай ханшайымның сезімін бағаламай. Менің көз алдымда қызымның көңілін қалдыруға қалай дәтің барады, сүмелек, деп Хайкик оған зекіп тастады. Нағыз қатал патша екен. Мен тек бір ғана әйелге адал болуға серт бергенмін, деп Брук жалтарып жауап берді. Кішкентай ханшайым Шури жерге құлап, шексілесі қатып күліп жатты. Бірақ дәл сол сәтте олардың көңілді сәтін біреу бөліп жіберді. Мәртебелім, көңіліңізді бөліп жатқаным үшін кешіріңіз, бірақ қылмыскерлер тобының атты жасағы айлақтан қалаға қарай бет алып келеді. Қалада біздің әскери керуеннің бірнеше сарбазы бар, бірақ жау саны жағынан бізден әлдеқайда басым. Қамалдан қосымша күштер де аттанды, бірақ олардың дер кезінде жетуі екі талай. Олардың мақсаты не? Деп сұрады патша. Кен дәл қазір қалада опера тамашалап отыр. Мурон қарақшылары. Жоқ, дұрысы Урон бандасы болса керек. Дұрыс байқадыңыздар. Мұны Му немесе Инсамкамен шатастырмаңыздар. Қазір бәрі анық болады. Олар Кендің соңына әлдеқашан түскен. Жағаға қашан түсті? Неге осы уақытқа дейін ешкім әрекет етпеген? Кенмен дереу байланысқа шығыңдар да оған сарайдан шықпауын ескертіңдер. Дэн Муши болса, театрда дыбыссыз режимге қойылыпты. Патша абыржып қалды. Брук, тезірек бірдеңе істеші. Анамды ұрлап кетеді ғой. Деп кішкентай ханшайым Шури уайымдайды. Маурон қарақшылар тобы ма? Қызық екен. Мен бүгін оларды портта кездестіргенмін, дейді Брук еш алаңдамай. Оқиға орнына ауысады. Опера көшесі. Қала тұрғындарына қарақшылар шабуыл жасап жатыр. Бұл Маурон қарақшылар тобының шабуылы. Халық үрейге берілген. Сол сәтте алдымыздан бір адам көрінеді. Түрі бір қорқынышты, беті тігілген қарақшылар капитаны болса керек. Опера театры. Ішінде біз спектакльді тамашалап отырған ерекше сұлу аруды көреміз. Неткен керемет қойылым, деп ол тамсанады. Бірақ дәл сол сәтте сырттан айқай-шу естіледі. Шық бері, Кенл. Дон Мурон бізге сен бас тартсаң оқ атуға рұқсат берді. Бүгін бұл істі бір жола аяқтаймыз. Бастығымыздың ұсынысын кері қайтарғаның үшін жауап бересің. Кенл ханым, мәртебелім, театрдан шықпаңыз, деп ескертпек болған жергілікті тұрғынды гангстерлердің бірі атып тастайды. Ал меніңше Дон Мурон дегені Марлонның арғы атасы, болашақта аты аңызға айналған Рокс командасына барған адам. Ал оның мұрагері сірә Донның өзі болуы мүмкін. Брук,
деп Рувен абыржып айқай салды. Уайымдамаңыз, Аники, бәрі жақсы болады деп музыкант оны сабырға шақырды. Мәртебелі ханым өте мықты. Оны жай ғана ұстап алу мүмкін емес. Бірақ ең маңыздысы басқа. Бір түрлі, олар мүлде ештеңені байқамаған сияқты. Мен оларды портта кездестірген сәтте-ақ бәрін сол жерде ақтіліп тастаған едім, дейді Брук. Бұл менің сүйікті шабуылымның дәл сол ашылған сәті. Яхоки, өздеріңіз түсінгендей сол сәтте олар айқайлай бастаған кезде-ақ менің кесінділерім өз әсерін берді. Сол бейшаралардың әрқайсысы әлдеқашан тіліктеніп үлгерген еді. Брук шынымен мықты болған сияқты. Құдай-ау, тоқтаңдар. Олар шынымен бәрі қазірдің өзінде кесіліп қойған ба? Деп жергілікті тұрғындар түсіне бастайды. Демек, капитан Брук өзінің аса жылдам қылыш сермеуімен оларды жаралап үлгерген. Жұрт таң қалып бұл аңызға айналған найзағай соққысы деп таңырқауда. Оларға бұл жайт тағы да жетті. Ән салған кесіп өтетін жебелердің үштік шабуылы әдісі мен техника іске қосылды. Халықтың бәрі шаттанып, Брукты қолдап айғайлап жатыр. Сол сәтте театрдан ол шығады. Қараңыздар, театрдан патшайым шықты. О, құдайым, қандай сұлу. 70 жылдан астам уақыт бұрын Эсперия корольдігінде 2 жұлдыз болған еді. Оның бірі бұрынғы жауынгерлік конвойдың көшбасшысы, ал қазіргісі патшайым. Эсперия корольдігінің 2 жұлдызы. Осылай автор өзінің сөзін бастады. Кендель патшайым. Бүгін бұл жер ерекше жанданып тұр, дейді, адамды бірден баурап алатын сұлу ару. Тағы бір қызығы, оның музыкасы аса танымал болмаса да, ол көз ілеспес қылыш шабуылының хас шебері еді. Шабуылы соншалықты жылдан болғандықтан, адамдар жарақат алғанын бірден байқамай қалатын. Кенет шабуыл жасағының капитаны әндете шайқасатын семсерші Брук. Біріншісі Кендель болса, екінші Брук деген сөз. Бруктың дәуірінде бұл патшалықта бейбіт өмір орнаған еді. Біз жас Кендель, Гунканың анасын және ең жас кезіндегі Брукты көріп тұрмыз. Міне, осы тарау бізге 70 жыл бұрынғы оқиғаларға арналған үлкен флешбек көрсетіп жатыр. Шынымен де керемет жасалған бөлім екен. Осымен біз бұл тарауды аяқтаймыз достар. Келесі апта ода ұстаз үшін демалыс болуы мүмкін. Лайк басып, жүрек басып тіркеліп кетіңіздер достар. Қазақ тіліне аударған Елдос.